Қадірлі көрермен, бүгінгі студия қонақтарымен таныстырып өтуге рұқсат етіңіздер. Қаржы вице-министрі Ержан Біржанов, парламент мәжілісінің депутаты Мұрат Ергешбаев, экономист Бауыржан Ысқақов және қаржыгер Сәбит Рысбаев. Құрметті спикерлер, уақыт тауып келгендеріңізге алғыс білдіремін. Құрметті көрермен, бүгінгі тақырыпқа қатысты айтар ой пікірлеріңіз болса, қалалық телефон, хат жазам десеңіз, WhatsApp номер экранның төменінде көрсетіліп тұр. Мархабат. Құрметті спикерлер, енді бюджеттің көп дүние байланысты екен төңірегінде өздеріңіз де білесіздер, үкіметтің кеңейтілген отырысында президент осыған қатысты ой білдірген еді. Көріп алсақ, одан кейін жалғастырамыз. Шешімін таппаған тағы бір мәселе – бюджетті бөлу тәртібі. Ол экономикалық белсенділікті арттыруға бағытталмаған. Қаражат күнделікті мәселелерді шешуге жұмсалады. Стратегиялық мақсаттар соның көлеңкесінде қалады. Үкімет шығыстардың экономикалық пайдасы барынша жоғары болуына баса мән бере отырып, оның нақты басымдықтарын айқындауы керек. Енді тақырыпты жалпыдан жалқыға қарай өрбітейік. Мұрат мырза, президенттің айтқан кеңейтілген отырыста айтқан сөзінде күнделікті мәселелерді шешуге жұмсалады, стратегиялық мақсаттар оның көлеңкесінде қалып қояды дегенді естідік. Ұзақ мерзімді жоспарларға бас көтере алмайтындай не күн туды дейтін сұрақ көпшіліктің көкейінде. Сіз не дер едіңіз? Енді мемлекет басшысының өз жолдауында негізі жаңа экономикалық модельді құру деп тапсырған болатын. Енді өкінішке орай ол модель әлі жасақталған жоқ. Негізі экономикалық модель деген өзі үш бағытта жүреді. Бірінші ол капиталистік бағытта, екінші социалистік бағытта, үшінші жаңағы аралас бағытта. Енді бұл модельдің ішінде негізін бағыттар ішіндегі жаңағы жер астын байлығын дұрыс пайдалану, халық игілігіне пайдалану дегендей соның арқасында даму мәселесі. Екінші бағыты ол жаңағы әлеуметтік саласы, әлеуметтік саланы қалай бағыттамыз. Үшінші мәселесі ол жаңағы айтқан салық жүйесін дұрыстауымыз керек. Және де сосын бюджет кодексіміз. Екеуді де жеңілдеу керек, екеуді де сол біз модельді құрғаннан кейін, содан бастап біз жаңағы салық кодексін әзірлеуіміз керек. Негізінде бюджет кодексінде де әзірлеуіміз керек. Бұлай қарапайым сөзге айтқанда, сол модель арқылы біз бағыттарымызды білуіміз керек. Енді бірінші мәселе ол енді кедейшілікті жою ғой енді. Екінші жаңағы жұмыспен қамту мәселесі. Ол енді бәрі бір-бірінен жалғастырып кете береді. Оның бәрін жету үшін ол жаңа өндіріс ашу керек, экономикамызды көтеру керек. Соның арқасында жаңағы мәселелердің барлығы шешеді. Өкінішке орай біздің бюджетіміз негізі 50%-дан астам ол әлеуметтік бағытталған бюджетті. Сондықтан осы жағында да жұмыс жасау керек. Себебі енді бұлай біз ол үшін жаңағы сол модель арқылы, жоспар арқылы, сол арқылы жаңағыдай жұмыспен қамтуымыз керек халықты. Себебі ол халқымыз, еліміз ана әлеуметтік жағдайға мұқтаж болмасын. Өз-өзін жаңағы қамтамасыз. Қарапайым сөзбен айтқанда, балықты емес, қармағын беру керек қой азаматтар. Енді президенттің пікіріне қатысты арамызда мінеки вице-министр тұр, Ержан мырза. Сіз не айтар едіңіз? Ұзақ мерзімді шаруаларға келген кезде бізде қалай болу керек? Себебі күнделікті мәселелер шешуге жұмсалады дейді президент. Менің әріптесім айтып өткенде, қазіргі таңда бюджеттің көп бөлігі осы әлеуметтік салаға жұмсалып жатыр ғой. Міне және де осы көптен туындаған көп жылдар бойы жиналған проблемалар да бар. Оны өздеріңіз білесіздер. Инфрақұрылым бойынша су сұрақтары, жылу беру сұрақтары барлығын қазіргі таңда бұл шешімдерді қалдыруға болмайды. Сондықтан бұл шешімдерді іске асыру үшін де бюджет қаражаты жұмсалады ғой. Бірақ қазіргі таңда бізде енді ең басты мақсат бұл осы кәсіпкерлікті дамыту, салық базасын кеңейту, мынау жеке кәсіпкерлерді талпындыру, орта бизнеске ауыстыру. Және де ең бастысы мынау халықтың әл-ауқатын арттыру үшін, осындай көмек алу үшін бізде жеткілікті бюджет болу керек. Оны біз енді мынау жер қойнауынан түсетін біздің пайдамыздың дұрыс өндіріп алу, офшорға қаражат кетпеу, трансферттік бағалауды дұрыстап қадағалау, мынау ірі салық төлеушілердің бақылауын күшейту жағдайы үшін сондай бағыттар бізде бар. Жаңа кодексте сондай бастапқы тұжырымдамалар бар. Соны бізге іске асыру арқылы сондай қорытынды аламыз деп ойлаймын. Және де қазір таңда салық кодексінен басқа парламентте бюджет кодексі қарастырылып жатыр. Тез арада шешім қабылдау, оны дұрыс жоспарлау, іске асыру және қадағалау процестері осы
бюджет кодексінде көрсетілген. Соны да біз мынау дұрыстап қарап, оның іске асуын қадағалауымыз тиіс. Бюджет деп қалдыңыз. Режиссер, графиканы берсеңіз экранға. Мемлекеттік бюджеттің 23 жылғы қаңтар-қараша айларына қатысты кірісі және шығысын бір көріп алайық. Мемлекеттік бюджет 23 жылдан қаңтар-қараша айлары кіріс 22,2 триллион теңге, шығын 23,1 триллион теңге. Айырмашылық 899,2 миллиард теңге деген деректі біз көрдік. Экранға да беріп қойыңыздар, біздің спикерлер де көрсін, тұрғындар да көрсін. Енді арамызда екі бірдей қаржы саласының өкілі тұр, Бауыржан мырза, Сәбит мырза. Әңгіме басында айттық қой. Бұл президенттің аузынан шыққан сөз, соңғы 5 жыл ішінде бюджет тапшылығы 11 триллион теңгеден асып кетті деп. Бұның себебі не деп ойлайсыздар? Бауыржан мырза, істеңіздер. Енді әрине, қазіргі уақытта жалпы енді бағана ағамыз да дұрыс айтып отыр. Жалпы бюджеттің 40% мендегі есеп бойынша бұл әлеуметтік шығындар. Бұл деген сөз яғни қайтарымсыз шығындар ғой. Жалпы мемлекеттің инклюзивті экономикаға ауысуы, жалпы президенттің өзінің сайлауалды бағдарламасының негізгі идеологиясының өзі осы болатын. Оны халық күтті, халық нақтылай, оны көріп отыр қазір. Әртүрлі өсімдердің болып жатқандығы, әлеуметтік басқа да деген сияқты. Енді алмақтың да салмағы деген бар. Яғни біз бюджеттің шығыс бөлігін жақсы пайдалана білеміз. Енді оны кіріс бөлікпен де қамтамасыз ету керек. Бұл жерде жаңа Ержан Ерікұлы өте дұрыс айтып отыр. Жалпы негізгі бюджеттің біздегі ең үлкен бір мәселесі, бұл енді әлі де мынау толыққанды экономиканы қамтамасыз етудегі салықтардың түсімдерінің әлі жетіспей жатқандығы. 80-85% мен айтар едім, бұл 40% әлеуметтік шығындар қамтамасыз етілген бюджет үшін өте аз. Сол үшін де президенттің де айтқан ескертпесінің де әр жағындағы астары, яғни осы бір көрсеткішті 90%-тен асырса. Және де сол арқылы жалпы бюджеттің тапшылығын ұлттық қордың қаражат арқылы жабу тәжірибесін тоқтатса деген. Өйткені бұл да өзіндік мультипликативтік әсері бар. Егер де біз ұлттық қордың қаражатына қол жұмсай беретін болсақ, онда мынау ұлттық қор балаларға деген жобаның іске аспай қалуы мүмкін. Ол жалпы болашақтағы біздің кейін мұнай қорларына сұраныс болмай қалса, таусылып қалса, қаражаттар қайдан келеді деген сияқты. Яғни біз ұлттық қордың осы уақытқа дейін жинақтаған бір 60 миллиард долларымыз бар, одан кейінгі алтын валюталық резерв бар. Бір 90 миллиардтан 100 миллиардқа жеткізе алмай отырмыз. Ал енді мынау 2030 жылы 100 миллиардқа жеткізу тапсырмасы тағы да бар. Сол тұрғыдан алып қараған кезде қазір енді қаржы министрлігінде үлкен жаңағындай мына ағамыз айтпақшы, жалпы экономикалық модель өзі қажеттілігі сұранып тұр. Бұл экономикалық модель деген мен өзім түсінігім бойынша бұл бірінші кезекте ұлттық мүддені қамтамасыз ететін, халықты алдыға қарай тартатын, яғни сенің алдыға үмітіңді нақтылайтын бір модель болу керек. Халық деп қалдың, сөзіңіз алдыңызда. Бізге Шымкент қаласына хабарласқан бір көрерменіміз бар екен, тыңдайық. Кеш жарық тікелей эфирдесіз. Үзіліп кетті. Тағы бір деректі беріңіздерші экранға. Жаңа бюджеттің шығыны төңірегінде айтып қалдыңыз. 23 жылдың қараша қаңтар айыларындағы бюджеттің шығыны және де қандай болды екен. Білім саласына 5,1 триллион, әлеуметтік көмек және қамсыздандыру, жаңа өздеріңіз ғана айтып тұрған дүниеге 4,8, денсаулық 2,1, 1,5 миллиард тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына, 1,4 көлік және коммуникация саласында. Сәбит мырза енді жаңа вице-министр де айтып өтті. Біз кәсіпкерлердің санын арттыруымыз керек. Егер де кіші кәсіпкер болса, орта буынға өткізуіміз бұл біздің бір алға қойған мақсаттарымыздың бірі деп. Сіз енді мынау кәсіпкерлік саламен де араласасыз, кәсіпкерлермен де тіке жұмыс істейсіз. Олардың санын арттыру үшін қандай амал әрекеттер жасалып жатыр? Қолтықтан демеу бар ма? Жалпы ойлаймын, мынау біздің мемлекетіміздің өзі русская рулетка ойнатып отырған ел сияқтымыз. Қазіргі уақытта 2023 жылғы бағана кірістерді қарайтын болсақ, кірістер жалпы жаман емес, бірақ ол 2022-23 жылдардағы шикізаттың бағасының артқанына байланысты. Енді алда біз уақытта біз білмейміз не болатынын. Егер мысалы үшін жай ғана бензиннің орнына сумен жүрілетін көліктер шығарылатын болса, бензинге сұраныс азайып кетеді, мұнайға сұраныс азайып кетеді. Мұнай 30-40 долларға түсіп кететін болса, бағанағы бюджеттің кірісінің бір 30-40% да жиналмай қалады. Енді қанша жылдан бері айтылып келе жатыр ғой, экономиканы әртараптандыру керек дейді. Кәсіпкерлерді қолдау керек, ол білмеймін, сол айтылған нәрсе айтылған күйінше қалып келе жатқан секілді. Нақтысы байқамайсыз ба қолдауды? Нақты байқалғаны 19-20-21 жылдары, 20-21-22 жылдары, 3 жыл жеке упрощенный режиммен жұмыс жасайтын кәсіпкерлерге жеңілдік берілді ғой, 3% салықты төлемейтін. Осы қолдау өте үлкен қолдау болып табылды негізінен.
Өйткені кез келген дүкен табысы обороттары миллиардқа жетпейтін андай кішкентай жеке кәсіпкерлерге ол өте үлкен көмек болды, өте үлкен талшық болды. Негізі осы соңғы 3 жылда. Осы 23 жылдан бастап ол алынды, 24 жылдан бастап қайтадан төленіп келе жатыр. Ержан мырза, не айтар едіңіз? Иә, әрине мемлекет тарапынан жан-жақты қолдау болып тұрады. Мысалы, тексерістерге мораторий енгізілді. Одан кейін мынау спикер айтқандай 3 жылға мынау салықтан босатылған түрлері де бар, арнайы режимдерде. Енді біз алдағы периодтарда кодекс бойынша, жаңа кодекс бойынша шеңберінде осы категорияға әлде қайда көмек көрсету көзделген. Мысалы, қазіргі кезде жеке кәсіпкерлер 2 режим бойынша, патент режимі бар, және қосымша электронды қосымша режимі бойынша 1% салық мөлшерлемесі бар. Одан кейін көтерме сауда дейміз. Оның біз қолданылуын биыл 2 есе ұлғайттық. 396 түр бойынша қазіргі таңда 2 миллиардқа дейін рұқсат етіледі. 4% салық салыну мүмкін. Бірақ осы салық мөлшерін өңірлік маслихаттар 2 есеге төмендетуді сондай мүмкіншілікті бердік. Қазіргі таңда біраз облыстар 2%, 3%-ға дейін ондай төмендету шараларын жүргізіп жатыр. Жаңа біз жаңалықтан бердік осы төңірегінде. Ол осы қосымша қолдау деп санаймыз. Және де қазіргі осы жаңа өзгерістер тарапында, біз осы кодексті енгізу тарапында біз жеке кәсіпкерлерге кеңес беру, сервистік модельдер, жаңа цифрлық шешімдерді енгізуге сондай шешімдер дайындап жатырмыз. Біз әлде де осы біздің жеке кәсіпкерлерге көмек көрсету керек деп санаймыз. Себебі бұл экономикамыздың бір драйвері болып келеді. Ертең олар кіші кәсіпкерден орта бизнеске ауысу, орта бизнесті үлкен бизнеске ауысу, талпындыру процестері қазіргі таңда қарастырылып жатыр. Әлде де қарастыратын боламыз. Егер де бізде осы жеке кәсіпкерлерден максималды түрде салық өндіру алу емес, олар бізде заңды алаңда, заңды сақтау принциптарын сақтау керек деп санаймыз. Біз олардан бюджетке керемет деп көп мөлшер өндіріп алмаймыз, бірақ олар қазіргі таңда тек қана бюджетке салық төлеуден басқа әлеуметтік төлемдерді зейнетақы қорына, сақтандыру қорына төлесе, ертең олардың болашағына сенімділік пайда болады. Соны да ескеруіміз керек. Сондықтан қазіргі біздің жұмысымыз осы кіші кемелерге, кіші кәсіпкерлерге көмек көрсету, кеңес беру арқылы оларға қолдау көрсету. Олардың басқа деңгейге ауысуына сондай жұмыстар жүргізілетін болады. Бізде ойлаймын, жеке кәсіпкер дегеннің өзін тырнақша ішіне алу керек секілді да. Жай қарапайым ауылдағы таксист, айына табатын 60-70 мың теңге. Енді біз осыларды да жеке кәсіпкерлікке өтуге мәжбүрлеп жатырмыз қазіргі уақытта. Бағана патентпен 1% төлейсің дейміз. Ол енді тек 1%-ны төлеп қойса, ол да разы болар еді, бірақ одан кейін ол зейнетақыға төлейді, осымысы сақтандыру қоры. Соның бәріне ақша төлеп шығады. И оның бәрі айналып келген кезде кемінде бір 18-19 мың теңгеге шығып кетеді. Енді айына 60 мың теңге, 70 мың теңге тауып жүрген адамға біз сен де жеке кәсіпкерсің деп, оны да біз мәжбүрлеп тұрмыз. Мынандай салықтар төлеуге. Ода еркіндік жоқ, ода таңдау жоқ. Мен бәрінен зейнеткер болады ғой, әйтеуір аман тұратын болса. Бірақ ол дәл қазіргі уақытта ода мүмкіндік жоқ, ондай ақшаны төлеуге. Бірақ оған да біз мүмкіндік бермей тұрмыз. Енді білмеймін, бұл жағынан қалай қолдау болады. Осы сұраққа жауап бере кетейін. Қазір таңда осы көп жүргізушілер платформа арқылы тіркеліп, осы салық міндеттемелерін орындауға мүмкіншілік бар. 4%. Мысалы, 1% салық, 3% әлеуметтік төлемдер ғой. Енді осы кәсіпкер ретінде тіркелу бізде кәсіпкерлік кодексінде көрсетілген 12 төменгі айлық мөлшер болса, олар міндетті түрде тіркелу керек. Енді осы жаңа кодекс шеңберінде сізге айта кетейін, біз осы мөлшердің көлемін жоғарылатқымыз келеді. Мысалы, жүргізуші міндетті түрде осы болашақта, ендігі жылы өзгерістер енгіземіз ғой, міндетті түрде жеке кәсіпкер болып тіркелмеуі де мүмкін. Ол қосымша табыс қой бүгінгі таңда қараса. Кейбіреудің бастапқы жұмысы бар. Сол жерден жалақы алады, барлық қаражат түседі. Егер де осы өзгерісті енгізетін болсақ, мына платформалар сол мөлшерді агент ретінде ұстап қалып, бюджетке ауыстырады. Бірақ оған жеке кәсіпкер ретінде тіркелмесе де болады деген сондай ұсыныстар бар. Енді бізде депутат корпусы қолдайтын болса, ол өзгерістерді бірге қарайтын боламыз. Сондықтан біз осы тіркелу шегін
қайта қарастыратын боламыз. Мен ойлаймын да біздегі биліктегі адамдар көбінесе өздерінің деңгейінде қарайтын секілді. Мысалы үшін сіз қарапайым таксиге отыратын болсаңыз 70-80% өздерінің аттарына ақша ала алмайды. Себебі бәрінің көбісінің өздерінің счеттары арестте жатыр. Кредитін төлей алмаған, анау болған, мынау болған, әйтеуір 80% то мамасына аударып жатады ақшасын, то әйеліне аударып жатады да өздеріне ақша алмайды. Енді ондай адам ИП ашып тіркеле де алмайды. Өйткені оның счеты арестте жатыр. Мен бұл сұрақты да жауап бере кетейін. Расында да ол енді жақсы өмірден қазір жүргізуші жүрген жоқ азаматтар. 500 мың азамат қой енді. Біз оны сараптама жүргіздік. Расында да көбінде кредиттар бар, алименттің қарыздары бар, сот шешімдері бар. Олар әлеуметтік тәуекелдер ғой. Ол әр сұрақтың жік-жігімен шешу керек. Қазір таңда біз мысалы Әділет министрлігімен осы жұмыс жүргізіп жатырмыз. Анау өндіріп алу процесі мысалы мөлшерлемесін азайту жайлы. Мысалы қазір такси мысалы күніне 30 мың тапса, соның 20% алып қалмай, пайыз мөлшерін азайту, немесе рұқсат беру, тіркелуге. Сондай сұрақтарды сіз біз билікте болып деп ол проблемалар білмейді деп ойласаңыз да біз ол проблемаларды бүгінгі таңда білеміз. Анау тәуекелдер картасында жасадық. Ол анау кездестік. Яндекс таксидағы жүргізушілермен кездесіп, сонда қандай бүгін сұрақтар туындап жатыр. Көбіне олардың өздерінің сіздер қазір жасайын деп жатырмыз дейсіздер да. Бастап кетті ғой бұларды, біз жасап қоюымыз керек еді осы уақытқа дейін. Мен қазір айта кетейін. Қазіргі таңда ол көп жүргізушілердің атында өзінің карточкасы жоқ. Мысалы, туысқандардың атына карточка атып, соған ауыстырып жатыр. Ондай жағдайларды білеміз. Енді шешімін қадам-қадаммен шешіп жатырмыз. Бүгінгі таңда кім тіркеле алады, оларға жағдай жасадық. Кім тіркеле алмайды, оларға осы жаңа кодекс шеңберінде жағдай жасаймыз. Қазір теңді қандай да бір ауыртпашылық жасап, барлығын тексеріп, немесе бір айыппұл салу деген бізде саясат жоқ. Өңірлерде ондай тексерулер жүргізіп жатқан. Енді тақырыпты әрі қарай жалғай отырып, құрметті спикерлер, тағы бір мәселе бар. Мұрат мырза, сізден сұрағым келіп отыр. Экономистердің мынадай пікірі бар. Триллиондаған қаражат көлеңкелі экономикада айналып жүр дейді. Үкімет осы қаражаттың ең болмағанда жартысын ашық айналымға шығаратын болса, бюджеттің бір кірісі толар еді дейді. Бұл мүмкін бе? Қалай іске асыруға болады? Көлеңкелі экономиканың санын біз қалай азайтамыз? Қазір бұл сұрақты қойып отырған цифрландыруға келе жатырмыз. Енді бұл мәселенің шешуінің бір қадамы өткенде біз жаңа декларация мәселесін бәрін енгіздік 1 қаңтардан бастап. Енді оны ары қарай 2025-те жалпы декларацияны енгізеді. Осы мен ойлаймын үлкен бір қолдау көрсетеді. Жаңағы біз өткенде де бір отырыста талқыладық бұл декларация жөнінде. Шында да бұл жерде барлық жасырын заттардың барлығы сол кезде шығады. Сондықтан бұл бір тәсіл. Екінші мен айтайын деген жаңағы кәсіпкерліктерді қолдау мәселесі жөнінде. Қолдау бар шында да. Оған енді жоқ деп айта алмаймыз. Шында да жақсы қолдаулар бар. Бірақ та мысалға бір несие алатын болсақ, мысалға даму банкіден мысалға қарапайым кәсіпкер, қарапайым шаруашылық одан несие аламайды. Мың сылтау жаңағы кедергі мәселелері болады. Бірақ басқа олигархтарымыз бар, ірі кәсіпкерлеріміз бар, олар ала алады. Себебі ол 1%, 0%-мен де алып жатқанда жағдайлар бар. Сондықтан бізде ең бастысы біз бағыт айтуымыз керек. Біз қай жақтың дамытамыз? Әлі бірге бағыттауымыз керек па? Кіші орта бизнесті дамытамыз ба? Онда жаңағыда соларға бағыт беріп, солар алатындай жағдай жасау керек. Әлде үлкен өндірістерді ашамыз ба? Соның айналасында кіші кәсіпкерлер дамый ма? Осы бағытты бірінші модель деп жатқанымыз осы. Сол модель арқылы біз бірінші бағыт шешіп алуымыз керек. Сонда ғана жаңағы айтқан біздің несиесі, қарызы бар, тасы бар таксистердің барлығы, оны бір жүйеге бір амандық болса келтіреміз. Жаңағы салық кодексі. Енді салық кодексіне келейік. Салық кодексіне енді шында да мемлекет басшысы айтып отыр ғой, өте ауыр, қомақты, оның жаңағы кәсіпкерлік есебінде де дұрыс толыққанды білмейді. Шын айдай өткенде айттық біз, ол салық органның қызметкерлері де толыққанды білмейді. Сондықтан бұның барлығын азайту керек. Салықтың түрлерін азайту керек, бір-біріне қосу керек. Мысалға, енді мен елде жұмыс істегесін білемін, ауылдық жерлерде осы 3 түрі салық бар. Негізі алатын. Ол жаңағы жер салығы, көлік салығы, мүлік салығы. Одан алатын, енді шын айтқанда ауылдың қайдай бір үйі бар дейсің, ол салық түсетін. Ол тиын түседі. Жер салығынан да ол да тиын түседі. Бір жалпы санағанда қанша миллиард түседі екен ол жер салығынан Қазақстан бойынша. 2 миллиард, 1 миллиард бола ма, болмай ма? Ол қаншама, ол ауылдық әкімдер сол үшін жаңағы салық инспекциясын ұстап жүр. Ол онымен айналысам дегенше ол түбегейлі бәрі қарыздар болып шығады, ол төленбейді. Мысалы, соның барлығын жинақтау керек. Әсіресе ауыл шаруашылық саласына үлкен бір мән беру керек та бұл салық кодексінде. Негізінде қазіргі таңда ұлттық экономика атамекен
палатасымен бірлесіп жұмыс істеп жатыр, оны біз біліп отырмыз. Амандық болса осы көктем айларында келіп қалу керек. Бірақ та біз әрдайым айтамыз, ақпараттандыру мәселе керек. Әр жан жақтан ой пікірлер жинақтауымыз керек. Бірақ енді оны жалпы кәсіпкер деп бере бізге ғана мәслихат мәжіліске ма әлде жаңағы министрлікке бермей, жаңағы атамекен арқылы бәрін жүйелетіп, біріктіріп, сөйтіп жаңағы талқылауымыз керек. Осы бүгінгі бағдарламаға байланысты талқылап, бір мәмілеге келу керек. Бір нәрсені ұмытпауымыз керек. Біз бюджетті де толтыруымыз керек. Жаңағы айтқан әлеуметтік саламызды, әлеуметтік саланың ішінде ол тек қана әлеуметтік емес, ояққа білімді саласы керек негізінде. Оған денсаулықты саласы керек. Сондықтан оның да барлығын біз қамтамасыз етуіміз керек. Енді осы ретте, Ержан мырза, біз енді өзгеріс керек деп жатырмыз, реформа қажет деп айтылып жатыр. Тағы бір мәселе, салық жүйесін толық цифрландыру қажет деген нәрсені біз мемлекет басшысының аузынан естідік. Бұл бізге не береді? Осыны түсінікті әрі ықшам тілмен жеткізсеңіз, цифрландыру. Біріншіден, цифрландыру процесі ең бірінші бұл базаны кеңейту, бюджеттің мөлшерін ұлғайту. Үшіншіден, осы бюджетті ұлғайту үшін біз салық төлеушілерге жағдай жасауымыз керек. Өзіңіз көріп отырсыз, қазір осы көп осы қаржылық институттар қосымшалар жасап жатыр, коммуналдық төлемдерді алшақ түрде істеліп жатыр ғой, орындалып жатыр. Біздің мақсатта сондай шараларды іске асыру. Салық төлеу оңай болуы тиіс. Салық органдарына кеңес сұрамай, смартфон арқылы алып, хабарлама келсе, бір кнопканы басу арқылы сондай мақсат қойып отырмыз. Сонда қарапайым шаруаның өзі есеп қисаппен басын қатырмай? Әрине. Ондай бір приложение шығатын болса дұрыс болады. Иә, біз соның қазіргі мақсатымыз сол біздегі бар осы қосымшаларды ыңғайлы, оңтайландыру, нысаналарды қысқарту арқылы іске асыру. Сонда бізге қазіргі таңда салық төлеушілердің базасы толығаяды, және де мынау субъективті фактор немесе жемқорлық факторлары азаяды. Себебі қарым-қатынас тура болмайды да. Барлығы осы онлайн түрде жүргізіледі. Біздің мақсат сол цифрландыру бірнеше мәселені шешеді. Мынау өзіңіз айтқан көлеңкөл экономиканы да азайтуға өзінің қолын көмектеседі бізге. Енді осы санды технологияны пайдалану үшін енді ашық жариялап, әр азаматтардың, әр қоғамның жаңағы мүшелерінен ба қалай дейміз, солардан бір ұсыныс пікір жинақтау керек қой енді. Жинақтау керек, бір мәміле керек. Екіншіден мемлекет басшысы айтқандай қысылатын ешқандай жоқ. Көрші елдердің де нелерін тәжірибесін пайдалану керек. Мысалға мен білуімше Ресей Федерацияның жаңағы осы цифрландыру салық базасын цифрландыру мәселесі жоғары деңгейде деп айтылған. Сол жағында да көру керек шығар мысалға. Сізден сұрақ, енді сіз экономист ретінде, осы саладағы сарапшы ретінде қаншалықты осы саланы біз цифрландырған кезде халыққа оңтайлы бола түседі? Жаңа вице-министр жақсы айтып өтті. Егер де мұны барынша түсінікті әрі жеңіл қылатын болсақ, онда салық төлеушілердің де саны артады дейді. Иә, енді жалпы Қазақстан енді қазіргі уақытта цифрландыру бойынша жаңа қаржы институттары, Каспий қосымшалары мысалы халықтың көп өмірін жеңілдетіп тастаған рас. Салық жүйесі де егер де сол дәрежеге жететін болса, онда бірінші кезекте біз ең бастысы бұл анау көптеген халыққа, тағы да басқа адамдарға тиімділігінен бұрын жалпы көлеңкелі экономиканың дәрежесі қазір 18% болатын болса, оны тағы да еселеп түсіруге болады. Соның арқылы біз бюджеттің тапшылығын жаятын біраз қаражаттар жинақтауымыз керек. Жинақтау мүмкіндік аламыз. Одан кейін негізгі мақсаты бұл жерде, яғни бұл халыққа, мына салық кодексі халыққа кәсіп ашам деген кәсіппен айналысып жатқан азаматтарға өте жағымды, тиімді кітап деп айтатын болсақ, бұл соған әкелетін ең бірінші қозғаушы күш болу керек деп өзім ойлаймын. Және де қазір енді міне Ержан Ерікұлдары міне салық кодексін әзірлеп жатыр. 25 жылдан бастап қолданысқа енеді деп жатыр ғой. Енді әртүрлі жаңағындай кәсіпкерлер тарапынан да сұраныстар, олардың ұсыныстарын жасап деген сияқты. Мен бір нәрсе бір ұсыныс ретінде айтқым келіп отыр әрине. Енді жалпы мынау шағын кәсіпкерліктен түсетін түсім ол 5% құрайды екен. Бұл айтқан кез, бірақ әңгіменің бәрі қазір акценттің бәрі сол жаққа кетіп қалып жатыр. Ал біз бұл жерде жаңағындай осы бюджетке үлкен қаражат әкелетін кәсіпорындарды назардан тыс алып қалмауымыз керек. Қазіргі уақыттағы мынау ақпараттық шабуылдарда басқа да басқа мүдделердің барлығы сол жақтан болып жатқан сияқты. Сол үшін де керісінше осы мына бюджеттің кіріс бөлігін қалыптастыруға қабілетті салық кодексін қалыптастыру кезінде біз сондай ірі кәсіпорындардың салықтарын керісінше олар қазір кейбір ставкалар түсіріңдер, олардың кейбірі нөлдік болу керек деген сияқты бір осы бір ажиотаждық жағдайды енгізіп, осыған енгізіп беруге мүмкіндік алып жатыр. Сол үшін де біз осы жағына қолдау білдіруіміз керек. Бұқаралық ақпарат құралдары болмасын, басқа жерде. Ал өздері де айтып отыр ғой, шағын және орта бизнеске
бұл болашақта болатын салық кодексі ол пайдалы болмаса зияны жоқ деп. Сол үшін де негізгі мақсат сол жағынан болу керек. Сосын бір нәрсе ұсыныс, шағын және орта бизнесті жаңағындай ынталандырудың бір жолы ретінде оларды мына ірі кәсіпорындармен арадағы байланысын, яғни ірі кәсіпорындардың олар шикізатты ғана шығармай арадағы дайын өнімге шығару кезінде біздегі осы әр кәсіпте жүрген азаматтарды соған тарту кезінде бір ынталандыру жұмыстары қарастырылса, бұл нұр үстіне нұр. Ержан мырза. Шикізатқа байланысты айта кетейінші. Өзіміздің басымыздан өткен оқиға. Бір рет біз бір кабель алып сатайын дедік. Сөйтсек, бізде Қазақстанда сатылатын кабельдер, бізде өзімізде отандық заводтар бар. Бірақ сол заводтар шикізатты шетелден алады екен, Өзбекстаннан алады екен, ашық айта салайын. Енді ол кісілерден сұраймыз, сендер неғып бізде өзімізде бар ғой осының шикізат, неге өзіміздің отандық кәсіпорындардан алмайсыңдар десек, олар айтады, олар бізбен жұмыс жасағысы келмейді дейді. Неге? Өйткені мысалы үшін қарапайым ғана мұнайдың бағасы қазір баррелі $80 болатын болса, ол үлкен кәсіпорындарға бағанағы мұнайдың бағасын бір $10-дан $15 офшор арқылы сатып тапқан пайдалы болып тұр оларға. Енді Ресейде осы нәрсе жүйелі түрде қойылған. Өйткені Ресейдегі үлкен алып компанияларды өз отандық заводтарға, фабрикаларға белгілі бір пайызын арзан түрде беруге мәжбүрлеп қойған. Сондықтан Ресейден келетін өнімдер біздің Қазақстанда шығатын өнімге қарағанда жолы бар, басқасы бар, арзанға түсіп жатыр әлі күнге дейін. Енді сол үшін проблема біздегі проблема кішкентай бағана 5% қылқындыра бермей, мына жердегі 95%-дің шынымен де нақты төлеуін жаңа салық кодексінде Ержан мырза. Қысқаша айта кетейін. Дұрыс айтасыз, осы барлық сарапшылармен толыққанды келісемін. Қазіргі таңда бізде осы фокус дейміз ғой, ірі салық төлеушілер, біздің жер қойнауын алушылар бойынша қаралып жатыр. Бұл тек қана жаңа салық кодексі емес, сонымен басқа трансферттік баға қадағалау заңнамасы қазіргі таңда бізде парламентте қаралып жатыр. 5 концептуалды өзгерістер енгізіліп жатырмыз. Біз ана шетелдік тәжірибені көрдік. Осы шикізат экспорттайтын мемлекеттерде қандай бақылау түрлері бар. Соларды біз енгізіп жатырмыз биылдан. Қосымша былтыр осы президент қол қойды, парламент қолдады. Бізге биылдан бастап валюталық бақылау функциясын енгізді. Осы 15 жылдай бойы ол функция бізде болмаған болатын. Сосын шетелге шыққан қаражатты толыққанды көрмеген болатын. Бұл да бір қадамдардың бірі болып келеді, осы ірі алпауыттарды тексерудің. Одан басқа цифрландыру процестері осы нысаналарды дұрыс тексеріп, кей кезде жасанды интеллект дейміз ғой, соларды енгізіп, осы айырмашылықты, заң бұзушылықты дереу тауып алуға мүмкіншілік береді. Қосымша сарапшы айта кетті, бізде де қазіргі бастапқы мақсаттардың бірі отандық өндірушілерді қолдау. Оларды мысалы үлкен мекемелер болсын, міндетті түрде самұрық қазына болсын, басқа да мекемелер бойынша ірі салық төлеушілер солардан алу онда қарастырып жатыр, ондай қолдау болады, бізге ондай тапсырма түсті, бірге қарастырамыз. Міндетті түрде бізде өндірілсе ондай зат біздің жерде біздің сол тауарды алуы тиіс. Сондай принцип іске асыру керек. Мінекей енді қадірлі спикерлер, бізге берілген уақыт аяқталыпты. ақш-тың 40-шы президенті Рональд Рейган мәселе адамдардың тым аз салық төлейтіндігінде емес, мәселе үкіметтің тым көп жұмсауында деген сөзі бар екен. Жаңа үкімет қазынаның әр тиынын сауатты жұмсап қана қоймай, қадағалап отырады деп сенейік. Ақиқат ашық талқыдан туады. Амандықта жүздескенше.